Он 11-15 жастағы әрбір 5-ші қазақстандық жасөспірім ай сайын буллингтің құрбаны немесе қатысушысы болады. Оған қатысу ұлдар арасында көбірек таралған. Сондықтан мектеп арасындағы буллингті тоқтату мақсатында ұлттық деңгейде кешенді стратегиялар мен алдын алу бағдарламалары, жоғары ақпараттандыру, сондай-ақ буллинг пен кибербуллинг құрбандарына қолдау көрсету қызметін дамыту маңызды. Сабақ аяқталды, сау болды. Мектептегі қудалау мен бала жалғыз өз емес, бүкіл тарап оқушының өзімен қатар ата-ана мен мұғалім де күресуі керек. Мектебімізде буллингке қарсы іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Біз буллингке қарсымыз.